Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздерге барлығына белгілі British Council сайтымен таныстырайын деп отырмын. British Council сайтында бұл жерде жаңағы бірнеше түрі бар. Бұл British Council сайтының біз ағылшын тілінен көптеген тапсырмалар аламыз бұл жерде. 4 дағды бойынша тапсырмалар аламыз, және де грамматикалық тапсырмаларды да осы жерден аламыз десек болады. Енді қарасаңыздар, мына British Council десеңіздер, жаңағы мынандай нелер шығады енді, егер Google-ға жазатын болсаңыздар. Бірақ бұлардың түрлері көп. Ең біріншісі ол British Council-дың кішкентайларға арналған, кішкентай балаларға арналған түрі. Ол бізде British Council Kids деп іздесеңіздер болады. Осы жерде British Council Kids дегенге кірсеңіздер, міне мынандай ашылады. Ең бастапқы беті. Бұл жерде логин деп кірсеңіздер болады, немесе регистрация жасасаңыздар болады. Сосын мына жақта көріп тұрсаңыздар, міне мынау бізде домашний страницасы, яғни сіздер кіріп, мына жақта міне Listen and watch, яғни бұл жерде тыңдалым тапсырмалары, көретін видеолар, дайын видеолар тұрады. Read and write, бұл жерде жаңағы оқылым, жазылым дағдыларына тапсырмалар болады. Speak and spell, бұл жерде әріптерге байланысты айтылым тапсырмалар болады. Grammar and vocabulary, грамматикамен жаңағы сөз қорын дамытуға арналған тапсырмалар, иә. Fun and games, ойындары да болады ішінде өзінің. Print and make деген жаңағы шығарып алып, принтерден шығарып алып, распечатать етіп жасайтын тапсырмалар болады. Енді мына жақта енді өздерінің мынандай жаңалықтары болады. Енді қарасаңыздар, біз мысалға Listen and watch-қа кірсек, Listen and watch деген осы бөліміне кіретін болсақ, міне әндер, қысқа историялар, жаңағы әңгімелер, поэмалар бар. Поэма болғаннан тақпақтары, кішкентай балаларға poems деп тұр. Потом видеозон, видеолары бар дайын. Соңген видеолар қалай түсіріледі дейді. В общем, өздеріңіз жаңағы әр тақырыпқа кіріп, мысалға short stories дегенге кірсеңіздер, ол жерде алфавит бойынша міне көрдіңіздер ме? Алфавит бойынша барлық видеолар жақта тұрады. Яғни бұл кішкентай балаларға арналған видеолар. Енді осыны мысалға кез келгенін ашатын болсақ, оларда ең алдымен міндетті түрде кез келген тапсырманың басында тапсырманың орындалуы, help-қа бассаңыздар, сосын preparation, яғни тапсырманы орындамас бұрын балалар мына жаңа сөздермен танысу керек. Танысқаннан кейін жаңағы мына тапсырманы орындау керек, яғни сөздермен суреттерді сәйкестендіру керек. Matching тапсырмасы болады. Одан кейін барып балалар видеоны көреді, сосын барып астында ойыны немесе тағы бір басқа да тапсырмасы болады. Мысалы, мына жерде game деп тұр енді. Бұлар жаңағы сөздерді орын-орынмен қай іс-әрекет, историяда, әңгімеде қай іс-әрекет, қайсынан кейін болды, орындарын ауыстыру керек. Сіздер осы жерде онлайн орындап, финиште батырмасын басып, былай тексерсеңіздер болады. Немесе, егер де сіздерге жаңағы компьютерде онлайн орындаған ыңғайсыз болып шығаруым керек десеңіздер, онда print the story, жай әңгіменің өзін шығарып алсаңыздар болады. Немесе print an activity for the story, яғни дайын осы әңгімеге берілген видеоға байланысты тапсырмаларды осылай PDF форматта сіздерге дайындап береді. Осыны оқушыларға шығарып берсеңіздер болады. Сосын print the answers, оның жауаптары бөлек болады. Жауаптарында осындай PDF форматта жүктеп алсаңыздар болады. Жақта астында комментарийлары. Сосын өстіп, каждый тапсырмада осындай міне ойындар, егер ойындарға кіретін болсақ, ойындары да алфавит бойынша тұрады. Әрқайсысын таңдайсыздар да ойнай бересіздер. Сосын print and make, флеш карталарын көрейік. Флеш карталарын мен көрмеппін. Міне әр түрлі тақырыптарға бізде флеш карталар, мысалға міне Classroom Objects деп тұр. Дайын флеш карталар беріледі. Бұны да to color and white дейді, яғни бояғанға арналған дайындап берсеңіздер болады. Немесе сыныпта қолданғанға мынандай флеш карталар. Міне дайын флеш карталар көрдіңіздер ме? Атымен қасында жазылып тұрады. Бұны мен мысалға бұрындар шығарған кезде алды-артына шығарған болатынмын. Бір-бірнеше алдына артына қаратып, сонда жаңа аттар шығады. Енді бір ыңғайсызы осылай екі бөлек шығады. Bir жағынан андай тапсырма орындап жүрсеңіздер болады, сәйкестендіру, мысалға тақтаға дұрыстап сөздер мен суреттерді бір-біріне сәйкестендір дегенде қиып алып, солай орындап жүрсе де болады негізі.
міне осындай тапсырмалар барлық жерде жаңа осындай нелер бар. Енді сіздерге нені көрсетейін. Бізде бұл British Council Kids болған. Енді British Council'дың Teens дегенге кірейік, яғни жасөспірімдерге арналғанға кірейік. Teens деген сөздер бар. Кішкене үлкен, бұдан да үлкен балаларға. Міне бұл жерде де дәл солай бастапқы бетінде жаңағы skills тапсырмалары, яғни әрбір дағдыға байланысты. Міне 4 дағды грамматика, vocabulary сөзге байланысты болады. Міне skills тақырыбында мысалға тоже listening кіріп көруге тыңдалым тапсырмалар. Тыңдалым тапсырмасына каждый дағдыға кірсеңіздер, ол жерде деңгей бойынша бөлініп тұрады. Мысалға A1, A2, B1, B2 деген сияқты C1 деп өздерінің деңгейлері көрініп тұрады. Осы жерде мысалға A1 немесе A2 деп өздеріңіз деңгей таңдап аласыздар. Мысалға бізде енді 5-6 класс A1 деңгейі болса, уже 10-11 мысалға B1 деген сияқты, B1, B2 деген сияқты соған байланысты деңгейлерін таңдап аласыздар. Енді осы жерде сол тақырыпқа бассаңыздар, дәл бағанағыдай бұл жерде де жаңағы ең бірінші инструкциясы кетеді. Preparation, яғни дайындық тапсырмасы. Видеоны көрмес бұрын, белгілі бір тыңдалымды тыңдамас бұрын осындай дайындық тапсырмалар болады. Түсіндірме жұмысын жасап алып, сәйкестендіріп жазсаңыздар болады. Одан кейін тыңдалым тапсырмасы. Кейбір тыңдалымдары скачиваться етіледі, кейбіреуі олар етілмейді. Мына жерде скачать деген 3 батырманы бассаңыздар, скачать деген шығады, сосын скачать етіп аласыздар. И әрбір тыңдалымның мынандай транскриптісі астында тұрады. Егер сіздерге керек болса, сосын егер онлайн орындайтын болсаңыздар, осы жерден міне осы жерде тапсырмалары әрқайсының и міндетті түрде шығарып алғанға арналған exercises. Міне exercises десеңіздер, міне тапсырмалар шығады. 3 тапсырма дайын. И answers десеңіздер, жаңағы жауаптары шығады. Жауаптарын бөлек шығарып алуға болады, өздеріңізге кейін балалар тексергенге. И транскриптісін бөлек шығарып алсаңыздар болады. Басқа мысалға грамматикаға кіретін болсақ, грамматикасына кіретін болсақ та, adverbs of frequency дейді, comparative, әр несіне байланысты, грамматикаға байланысты видеолар бар. Have got, мысалға have got алатын болсақ, инструкциясы, транскриптісі бар, түсіндірменелері, сосын мына жақта grammar snack дейді. Грамматиканы түсіндіруге арналған. Жалпы осы жерден кез келген затты осылай өздеріңіз жүктеп көре бересіздер. Exercises десеңіздер, жаттығулары шығады, балалармен орындататын. Жаттығулары міндетті түрде. Бұл бізде жаңағы British Council Teens. Тағы да біреусі бар, ол бізде British Council British Council Teens'тан бөлек Adults деген бар, походу. Adults British Council Adults бар. Бұл одан да үлкен жаңағы универге уже курстарда оқитын, мектеп бітірген жаңағы студенттерге арналған. Бұл жерде сондай тапсырмалар бар. Бұл жерде де бастапқы бетінде skills нелер деп бөлінеді. Әрбір нелерді ашып көрсеңіздер болады. Writing task, speaking task көре берсеңіздер болады. Тоже A1, A2 деп тоже бөлінеді екен бұның ішінің өзінде. Мысалға A1 деп белгілеп көрейік енді. A1 writing деп. Бірақ бұл только жаңағы студенттердің арасында. Invitation and application form. Бұл жерде де міне тапсырмалары бар осындай. Яғни бір сайттың өзі жаңағы жас деңгейлеріне байланысты әртүрлі болып бөлінеді. Міне worksheet'ін жазып алуға болады екен, осы жерден көре аласыздар. Міне осылай. Әр деңгей бойынша іздеп тапсаңыздар болады. Егер мен видеом сіздерге пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып бөлісуді ұмытпаңыздар.